Давид, қарашы, біздің қаланың Хэллоуин мерекесіне орай қалай әдемі сәндеп қойған. Қызық, мына асқабақты қарашы, қандай үлкен. Жүр, жанына барайықшы. Мәссаған, шошып кеттім ғой. Тәттілер ме, әлде өмірің бе? Сенің киімің қандай керемет. Мә саған, тәтті кәмпит. Сен өзі қандай костюм киіп алғансың? Стюарт ешкімнің киімін кимейді. Бұл менің киімім. Стюарт, сен сондай күлкілісің. Сен әдейі осылай сөйлеп тұрмысың? Киімің де өте әдемі. Рахмет, бұл менің киімім. Қалай сөйлеп тұрмын? Өте жақсы сөйлеп тұрмын. Басқа тілде сөйлеп тұрған сияқтысың, басқаша дыбыстар шығып тұр. Стюарт, кешірші, біз сенімен таныспаппыз ғой. Менің есімім Эрика, ал бұл Давид. Эрика, әдемі, өте қуаныштымын. Қане, бесті кел, Давид. Кел, досым. Сонымен сен кімнің киімін кигеніңді айтпадың ғой? Стюарт, сен мұнда жүр екенсің ғой. Сәлем. Тәтті ме? Әлде өмір ме? Ой, тағы біреу шықты. Мә! Кәмпит ала ғой. Достар, сендер қандай киім киіп алғансыңдар? Мен ешқашан бұндай киімді көрмеппін. Мен де ешқашан көрмедім. Стюарт мойындамай тұр. Мүмкін сен айтарсың. Біз әдеміленбейміз. Біз осылай әрқашан жүре береміз. Осы киімде. Барымыз осы. Мен де солай айттым. Бірақ олар сенбей тұр ғой. Ал мен сендерді ұстап көрсем бола ма? Эрика, болады. Сен әдемі, күштісің. Исіңде аңқып тұр. Давид, мыналар шынымен адам емес сияқты. Мен қорқып тұрмын. Оларда тек бір көз бар. Өзге планеталықтар ма? Тыныш, қорықпа. Қазір бәрін де шешеміз. Достар, сендер біздің қалаға қайдан келдіңдер? Біз ол жақтан ұшақпен келдік. Гавайиге жете алмай қалдық. Сондықтан міне сендерге келдік. Ал менің есімім Кевин. Шынымды айтсам, мен сендерден қорқып тұрмын. Сендер өзге планеталықсыңдар ма? Ой, Эрика, еш қорықпа. Біз өзге планеталықтар емеспіз. Біз миллиондармыз.
кәмпит жейсің бе? Тек қорықпа, біз мейірімді, ал сен әдемісің. Кевин, Стюарт. Ау! Ақыры таптым-ау. Мен сендерді іздедім. Сендер жоқ болдыңдар. Сәлем. Міне тағы біреу келді. Қалай, миньон дейсіңдер ме? Миньондар. Сендер өзі нешеусіңдер? Сосын миньон деген кімдер өзі? Балалар, мен сендерге өте қызық ойын дайындап қойдым. Бұл ойынды қалай ойнау керек екенін түсіндірейін. Сендер мұқият тыңдап алыңдар. Мына бір жерде менде 3 себет тұр. Әр себетте сандар жазылған. Ал сол сандарды бірінші біз оқып шығайық. 10, 9 және 8. Енді балалар, есептің шарты мынандай. Осы себеттерге біз себеттерде жазылған сандар шығатындай етіп, мына бір жіп орамдарын салу керек. Бірақ балалар, жіп орамдарын бірден емес, 2ден емес, 3 жіп орамын салуымыз керек. Түсіндік пе? Жіп орамындағы сандардың қосындысы себеттегі санына тең болу керек. Түсіндік пе? Ал, онда бастаймыз. Ең бірінші кіші саннан бастайық. 8. 8 болу үшін біз қандай сандарды қосамыз? Ал, таптық па? Мысалы, 1-ді салсақ болады, 2-ні салсақ болады, 1-ге 2-ні қоссақ неше болады? 3. Енді осы 3-ке біз 5-ті қосамыз. Сонда жауабы менде 8 болады. Ал, тағы да қандай сандарды қоссам болады? 4 саны жазылған жіп орамын салсам болады. 3 саны жазылған жіп орамын салсам болады. 3-ке 4-ті қоссам неше болады? 7. Енді 7-ге тағы да мына 1-ді қосамын. 8. Өте жақсы. Енді келесі 9 саны. 9 саны болу үшін мен қандай сандарды қосамын? Мысалы, 6-ны салам. 6-ға мен 2 саны жазылған жіп орамын саламын. 6-ға 2-ні қоссақ неше болады? 8. Яғни, енді осы 8-ге 1-ді қосамын. Менде жауабы 9 болады. Жақсы балалар. Енді тағы да қандай сандарды қосалам 9 болу үшін? Тағы бір ойланып көрейік. Мысалы, 5 саны жазылған жіп орамын салсам болады. Енді 5-ге мен қашаны қосамын балалар? 3. 5-ге 3-ті қоссам, 8. 8-ге тағы да 1-ді әкеп қосамын. 9. Өте жақсы. Келесі менде соңғы себет 10. Ал балалар, 10 болу үшін мен қандай 3 санды бір-біріне қосады екен? Ойланып көрейік. Мысалы, 7 саны жазылған жіп орамын саламын. 7-ге енді мен 2-ні саламын. 2 саны жазылған жіп орамы. 7-ге 2-ні қоссақ неше болады? Яғни, дұрыс, 9. Енді мен 9-ға мына 1 деген саны бар жіп орамын әкеп саламын. 9-ға 1-ді қоссақ 10. Өте жақсы. Енді тағы да бір ойластырып көрейік. 5 саны алсам болады. 5 саны жазылған жіп орамын саламын. Енді 5-ге 3-ті қосайын. 5-ге 3-ті қоссам 8. 8-ге мына 1-2-ні әкеп қосамын. Қанша болады? 10. Өте жақсы. Яғни мен жіп орамдарын бір-бірін ауыстыру арқылы осы себеттерді толтыра аламын. Өте жақсы. Енді балалар, осы бір есептерді біз бір-бірден жазып көрейік. Біздің есебіміз жазған сызбаларымыз дұрыс бекен. Жарай ма? Ал бірінші мұнда 8 санынан бастайын. Мен 8-ге бірінші қаншаны қостым? 1-ді қостым.
бірге 2-ні қостым, оған 5-ті қостым. Менде жауабы 8 болды. Енді балалар 9 санын, және мен қандай жұборамдарын қостым? Мен 6-ны қостым. 6-ға нешені қостым балалар мен? 6-ға 2-ні қостым, 2-ге 1-ді қостым. Жауабы менде 6-ға 2-ні қостым 8, 8-ге 1-ді қоссам 9. Өте жақсы. 10 санын мен қалай шығардым? Кәне 7-ге мен нешені қостым? 2, 2-ге 1 санын қостым. Жауабы менде қанша шықты? 7-ге 2-ні қоссам 9, 9-ға 1-ді қоссам 10. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, сендер мен дайындаған ойынды жақсы ойнап, есептің шартын жақсы түсініпсіңдер. Сендер жеңдіңдер, жарайсыңдар. Ал керек болса, қандай қызық оқиға. Шынымды айтсам, сендер мені қорқытып жібердіңдер, достар. Бірақ қазір сендердің сондай сүйкімді екендеріңе көзім жетті. О, Эрика, сен сондай кереметсің. Сұлу, көз тоймастай. Сен бізбен бірге Гавайиге барасың ба? Ол жерде кокос, банан, теңіз, балмұздақ, кәмпиттер бар. Кевин, мен анамнан рұқсат сұрауым қажет. Егер рұқсат етсе, әрине баруға болады. Достар, ол біздің қаламыз сіздерге ұнады ма? Өте әдемі қала. Шие сондай тәтті. Біз несіне тұрмыз? Жүріңдер, кәмпит алып кетет. Достар, онда бар кәмпиттерді осында қалдырайық. Әйтпесе қолымызға сыймай қалады. Айтсаң болды, Эрика. Қараңдар, мен ойлап таптым. Енді барлық кәмпиттердің бәрін бір жерге жинайық. Бізде 3 ыдыс бар. Біреуіне 8 кәмпит, екіншісіне 9, үшіншісіне 10 саламыз. Жарай, мен 3 кәмпит саламын. Мен әзірге біреуін саламын. Ал мен 4 кәмпит саламын. Бір, 2, 3, 4. 3. Қосу 4, қосу 1. Тең болады 8. Енді мына ыдыс. Бұл жерде 9 болу керек. Мен 5 кәмпит салайын. Ал мен 2 кәмпит саламын. Менде 2. Тағы бір рет санап алайын. 5 қосу 2, қосу 2 тең болады 9. Енді соңғы
ыдыс қалды. Ол жерде 10 болу керек. Мен ол жерге 3 кәмпит саламын. Ал мен 6 саламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал мен біреуін саламын. Сонда болады 10. 3 қосу 6 қосу 1 тең болады 10. Тоқта, бір кәмпит қалды. Енді қайттық. Жеп қояйын ба? Қане, мен жеп қоямын. Жоқ, Эрикаға бер. Ол қанша дегенмен қыз бала ғой. Әкел, мен Эрикаға берем. Мен берем. Мен, Эрика. Мынау саған. Сенің жанкүйерлерің пайда болған сияқты. Рахмет, достар. Біз мына кәмпитті 9 кәмпиті бар ыдысқа салайық. Сонда 10 кәмпиттен 2 болады. О, Эрика, сен қандай сұлусың, ақылдысың.